Белгілі болғандай бізді қоршап тұрған таулар жай ғана жартастар емес, ұйықтап жатқан алыптар екен. Солардың бірі кенеттен оянып кетеді. Ал енді бүкіл ел дүрлігуде. Ғалымдар мен әскерилер не істеу керектігін шешу керек. Оны жою керек пе, әлде онымен достасу керек па? Бейне басталмас бұрын әдеттегідей арнаны қолдап, пікір қалдырып жүрген достарыма алғысымды айтам. Егер де жолдан қосылған көрермен болсаңыз, арнаға тіркеліп, бейнені достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Нора есімді жас қыз Норвегиядағы ең биік таулардың бірінің шыңына көтеріліп бара жатыр. Бұл өте қауіпті. Бір сәтте Нора тайып кетіп, төменге қарай құлап, құрал жабдықтарына ілініп қалады. Оның үстінен әкесі Тобиас әзілдеп сөйлейді. Ол да бірге көтеріліп келе жатқан болатын. Екеуі ақыры шыңға жетіп, керемет көрініске тамсанады. Тобиас олардың алдында тұрған нәрсе тролльдердің қабырғасы екенін айтады. Аңыз бойынша бұл таулар емес, тасқа айналған ұйықтап жатқан тролльдер екен. Алғашында қыз бұған сенбейді, бірақ мұқият қараған соң бір түрлі нәрсені байқайды. Таулар шынында да тролльдердің бейнесіне ұқсайды. Абырой болғанда олар ұйықтап жатыр. Арада 20 жыл өтеді. Норвегия жағалауында археологиялық қазба жұмыстары жүргізілуде. Біз Нораның енді тәжірибелі палеонтолог болғанын көреміз. Ол жер астынан нағыз алыптың сүйегіне ұқсас қазба қалдықтарын табады. Осы уақытта Довра тауларында темір жол салу жұмыстары басталады. Белсенділер табиғатты сақтауды талап етіп, қарсылық көрсетеді. Бірақ та ешкім оларды тыңдамайды. Құрылысшылар жарылғыш заттарды қолданып, таудың ортасынан үлкен туннель қазады. Жұмысшылар туннельге кіргенде гүріл мен ақырған дыбыстарды естиді. Олар бірден қашады, ал олардың арттарынан белгісіз бір жаратылыс қуып келе жатыр. Норвегия қарулы күштерінің жедел штабы төтенше жағдай жариялайды. Әскерилер ұшақтарға отырып, Довраға аттанды. Премьер-министрге жағдай туралы баяндама жасалады. Жолданған видеода алып іздер анық көрінеді. Осы уақытта Нора археологтармен бірге қазба жұмыстарының сәтті күнін атап өтуде. Олардың қастарына әскери тікұшақ қонады. Ішінен бірнеше қаруланған сарбаздар шығып, Нораны Ослоға бірге баруға мәжбүрлейді. Нора премьер-министрдің кеңесшісі Андреас және де басқа саясаткерлер мен әскери қызметкерлермен де кездеседі. Ол тәжірибелі палеонтолог, сондықтан да билік оның пікірін білгісі келеді. Әйелге белсенділердің бірі түсірген видеоны көрсетеді. Адамдарға белгісіз бір құбыжық шабуыл жасаған сияқты. Таудың етегіндегі үйде тұратын қарт ерлі зайыптылардың иті үріп, мазасыздана бастайды. Біраздан соң айнала дірілдейді. Олар жедел түрде жертөлеге түседі, ал үйлерін біреу қиратады. Олар сыртқа шыққанда үйлерінің жоқ екенін көреді. Премьер-министр Нораны ғылыми кеңесшісі етіп тағайындап, оны Довраға жібереді. Онымен бірге Андреас та жүруі керек. Ұшу кезінде Нора әкесінің ақылынан адасып кеткенін және көп жылдан бері онымен сөйлеспегенін айтады. Жерге қонған соң Нораны капитан Кристофер Холм, немесе жай ғана Крис деп айтсақ та болады, қарсы алады. Ол құбыжықтың аңғардан өтіп, оңтүстікке кеткенін айтады. Батырлар қарт ерлі зайыптылармен сөйлеседі. Олар өздеріне шабуыл жасаған үлкен бір тау туралы айтады. Нора үйдің маңына барып ерекше иіс байқайды. Кейін алып ізге ұқсас шұңқырға түседі. Әйел тролльдер туралы ертегіні есіне алып, күлімсірейді. Батырлар оңтүстікке қарай жүреді. Бірақ бір сәтте іздері жоғалып кетеді. Алайда мұндай үлкен құбыжықтың іздері жай ғана жоғалып кетуі мүмкін емес қой. Нора әкесіне келеді. Ер адам расымен де ақылынан адасқандай көрініп, тіпті мылтықпен қорқытады. Нора, Андреас және Крис оның үйіне кіреді. Олар таудан шыққан белгісіз құбыжық туралы айтады. Фольклор маманы болған Тобиас бұл жаратылыстың тролль екенін айтады. Ол адамдарға тролльдер туралы талай рет ескерту жасаған, бірақ оны бірнеше жылдан бері психиатриялық ауруханаға жауып қойған. Ал енді қазір оған барлығы сенеді. Сол үшін де өздерімен бірге алып кетеді. Тобиас іс жоғалған жерді зерттеп, географиялық аномалияны байқайды. Бұл жерде болмауы тиіс бір тау бар екен. Бірақ расында бұл тау емес, ұйықтап жатқан алып тролль екен. Нора мен әкесі оны абайсызда оятып жібереді. Біздің кейіпкерлер өздерінің ұшағына қарай жүгіреді. Тролль аяғына тік тұрады, ал оның бойының ұзындығы 50 метрге жетеді. Крис билікке тікұшақтан түсірілген видеоны жібереді. Енді бәрі оның шынымен де тролль екенін түсінді. Ол түнде қозғалып, күндіз тасқа айналады. Сондықтан да оны табу өте қиын. Премьер-министр әскери операция бастауды бұйырады. Нора, Тобиас және Андреас Кристен оларды өздерімен бірге алып кетуін сұрайды. Бұл өте қауіпті болса да, капитан келіседі.
Көп ұзамай тролль оянып, әскерилер қару қолдануға бұйрық алады. Бірақ бұл алыпқа ешқандай әсер етпейді, тек оны ашуландырады. Тіпті артиллерия мен танк оқтары да оны құлата алмады. От та қорқыталмайды. Әскерилер шегінеді. Байланыс үзілді. Тіпті кейбір сарбаздар дұға ете бастайды, бірақ бұл да көмектеспеді. Тобиас тролльге жақындап, сөйлесуге тырысады. Басында алып оны тыңдап тұрғандай болады. Бірақ та әскерилер тағы да оқ атқанда, ол ашуланып Тобиасты ұрып жібереді. Өлер алдында Тобиас қызына барлық жауапты король сарайынан іздеу керектігін айтып кетеді. Крис тактикалық қару мен әскери авиацияны қолданатынын айтады. Нора тролльдердің христиандарды жек көретіні, шіркеу қоңырауының үнін естімеу үшін тастар лақтыратыны туралы аңызды есіне түсіреді. Ол премьер-министрге тролльді қорқыту үшін осы дыбысты қолданып көруді ұсынады. Иә, бұл жоспар негізі ақылға қонымсыз, бірақ бұдан басқа ақылды жоспар болмады. Тролль жолын жалғастырып, үлкен ойын-сауық саябағына жақындайды. Адамдар көңіл көтеріп жүргенде, кенеттен жер сілкінгендей болады. Әлбетте бұл жер сілкінісі емес. Бұл нағыз тролль. Саябақ дүрлігеді, ал адамдар жан-жаққа қашады. Аспанда әскери тікұшақтар пайда болады. Олар қару емес, шіркеу қоңырауының дыбыстарын қолданады. Бірақ та бұл тролльді үркітудің орнына оны одан сайын ашуландырады. Ол жолындағының барлығын қиратады, ғимараттарды құлатады. Тіпті тікұшақтарды да жерге қиратып түсіреді. Алайда ең таңғаларлығы, құлаған тікұшақ бір баланың үстіне құлай жаздағанда, тролль оны құтқарып қалады. Нора өзінің қатесін түсінеді. Біріншіден, шіркеу қоңырауы дұрыс қару емес. Екіншіден, тролль ойлағаннан да ақылдырақ. Әлемдік жаңалық агенттігі бұл оқиғаны бүкіл жерге таратады. Осы уақытта тролль Ослоға, Норвегия астанасына қарай бет алды. Үкімет тұрғындарды эвакуациялап, ядролық қару қолдануға дайындалады. Бұл шешім барлығына бірдей ұнамайды, өйткені одан көптеген зиян келуі мүмкін. Бұған келіспегендердің барлығы жұмыстан шығарылды. Соның ішінде Нора мен Андреас та бар. Премьер-министр халыққа сабыр сақтауды өтінеді. Осло тұрғындары шұғыл түрде қаланы тастап кетуі тиіс. Нора әкесінің король сарайы туралы айтқан есіне алып, сонда баруға шешім қабылдайды. Андреас та бірге барады. Күзет оларды кіргізбейді. Бірақ та Рикардо Сендинг есімді лорд келіп, оларды ішке шақырады. Сендинг Нораға үлкен құпияны ашады. Бұл сарай тұрған жерде бұрын тролльдердің мекені болған. Жертөледе олардың үлкен сүйектері жатқан қабір бар. 100 жыл бұрын оларды король Олафтың бұйрығымен қырып тастаған. Ал оянып кеткен тролль солардың соңғысы болуы мүмкін. Демек, Тобиас дұрыс айтқан. Тролльдер Норвегияда өмір сүрген, бірақ та христиандар оларды жойған. Ал біздің заманымыздағы нағыз шындық тек қана аңыз бен ертегі болып қалған. Нора тролльдің Ослоға бара жатқанын және оның үйі сол жерде екенін түсінеді. Сонымен қатар алыптың өзіне тік түсетін күн сәулесінен қорқатынын білді. Сөйтіп ол Криспен байланысып, жаңадан жоспар құрады. Тролль қалаға кіріп, атыс пен хаос басталады. Қарапайым қарудың әсері өте аз. Әскер ядролық оқ-дәрі дайындайды. Андреас Сигрид есімді хакерге хабарласып, зымыранды ұшыру жүйесін бұзуды сұрайды. Сигрид нағыз данышпан. Ол тіпті ұшып кеткен ұшақтардағы зымырандардың да іске қосылуын бұғаттайды. Нора, Крис және шағын әскери топ Ослоға келеді. Оларға тағы да бір бөлім қосылады. Тролль қаланы қирата бастайды. Нора мен Андреас оған барып, тролль баласының бас сүйегін жем ретінде қолданады. Тролль олардың соңына еріп, олар оны қаланың шетіне қарай жетелейді. Ал бұл жерде әскерилер ультра күлгін жарықтан тұратын тұзақ дайындайды. Нора мен Андреас сүйекті жоғалтып алғанын байқайды. Ол жүк көлігінен түсіп қалған. Тролль сүйекті тауып, оған мұңая қарайды. Ал содан кейін оны абайсызда түсіріп алады. Ашуға булыққан тролль соңдарынан қуады. Нора мен Андреас одан қашуға тырысады. Алып олардың ізінен қуамын деп, ультра күлгін шамдарының астына түсіп қалады. Және бұл сәуле алыпты тоқтатады. Нора соңғы тролльге қарап тұрғанда, ода жанашырлық пайда болады. Ол дереу шамдарды сөндіреді және алыпқа тауға қайт деп айқайлайды. Алайда барлығы өте кеш, себебі күн шығып, күннің сәулесі алыпты жойып жібереді. Тролль үлкен тас төбеге айналады. Андреас пен Нора Норвегияда басқа да тролльдер қалуы мүмкін бе деп ойлайды. Келесі кадрда Добра тауларындағы үлкен тас үйіндісін байқаймыз. Тастар қозғала бастады.
және өте қорқынышты ақырған дауыс шығады. Норвегиялық ғалым жүздеген жылдар бойы ұйқыда жатқан тау троллін абайсызда оятып алады. Қобыжық жер аударылған үшін кек қайтармақ болып қалаға бет алғанда, алыпты тоқтату үшін адамдар басқа бір тролльдің көмегіне жүгінуге мәжбүр болады. Фильм скандинав мифологиясына негізделген және адамдар мен тролльдердің ұзақ жылдар бойы бейбіт өмір сүргені туралы ертегіден басталады. Бірақ Норвегияға христиандық келген кезде әулие король Олаф бірыңғай дінді енгізу үшін тастан жаратылған дәу алыптарды жоюға кіріседі. Уақыт өте келе көптеген тролльдер өлім құшып, кейбіреулері жоқ болып кетеді. Осы тарихты кішкентай Нораға ертегі қылып әкесі айтып береді. Ал кейін қызын ұйықтату үшін бөлмеге анасы келеді. Ол қызын әлдейлеп мифтік жаратылыстар туралы өлең оқып береді. Арада 30 жыл өтті. Палеонтолог Нора бұрынғы әкесі тұрған таулы аңғардағы лашықта жалғыз өзі өмір сүріп жатыр. Оған бұрынғы танысы кеңесші Андрес келеді. Ол Нораны өзімен бірге еріп баруға шақырып, таңғаларлық нәрсе көрсетемін деп уәде береді. Екеуі тікұшақпен өте әсем Норвеж тауларының үстімен өтеді. Олардың бағыты Вемарк су электр станциясы. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде нацистер мұнда атом бомбасын жасау үшін ауыр су синтездеген. Бірақ та одақтастықтардың сәтті диверсиясынан кейін бұл жоспар күйреп кетті. Ал Андреастың айтуынша, станциядағы жарылыс шын мәнінде басқа бір құпияны жасыру үшін жасалған. Норвегиялық ғалымдар 100 жылдан бері осы жердегі жер асты бункерінде ұйықтап жатқан Ютон атты тролльді зерттеп келеді. Тролль ұйықтап жатса да, қауіпсіздік үшін айналасына ультракүлгін шамдарын орнатқан. Күн сәулесін еске салатын бұл жарық тролльдерді тасқа айналдырады. Нора тролльдерді зерттеу жобасының жетекшісі Марион Радданимен танысады. Сондай-ақ бұрынғы оқиғадан таныс Сиггимен кездеседі. Қазір бұл қыз Андерс екеуі үйленіп, одан аяғы ауыр екен. Кеңесшінің өзі қонақтарына көне құжаттың бір бөлігін көрсетеді. Бұл құжат Олаф әулиенің тролльдерді Норвегиядан алыстату туралы заңы екен. Дәретханаға бара жатқандай түр жасап, Нора лифтпен тролльдің бетіне дейін көтеріледі. Жоғарда ол алыптың тас мұрнына қолын тигізіп, кезінде өзіне анасы айтып берген тролльдер туралы әлди әнін аңылдап айта бастайды. Осындай көне әуеннің әсерінен кенеттен Ютон оянып кетеді. Қобыжық үлкен көзін ашып, Нораны шошытады. Тролль Ютон өзіне шынжыр тағылған байқап ашуланады. Күзетші ультрафиолет шамдарын қосуға дайындалады. Бірақ та Раддани тірі тролльді интернеттен басқа еш жерден көріп жүрген жоқпыз деп кідіруді бұйырады. Бірақ та күзетші әйелді тыңдамай, жарықты қоса бергенде, әйел басқару пультіне кофе төгіп, бүкіл жүйені үстен шығарады. Тролль Ютон шынжырды үзіп, ішінде Нора бар лифттің торын құлатып жібереді. Алып үңгірден шығу үшін тасты жарып, сыртқа жол жасайды. Ютон айналасындағы қарлы тауларға қарап, өзіне белгілі бір бағытқа қарай кетіп қалады. Осы оқиғадан кейін Нора, Андреас және Раддани әскери базаға барады. Онда олар бұрынғы танысы майор Крис Холлмен кездеседі. Үшеуі премьер-министрге жағдайды баяндап, елде тағы бір алып тролль оянғанын айтады. Раддани оны ұстап зерттеуді ұсынады. Бірақ та премьер-министр бейбіт тұрғындарды қауіпке қалдырмау үшін оны жоюды бұйырады. Тролльмен күресуден тәжірибесі бар деп, операцияға майор Холлмды басшылық етеді. Ол Нора мен Андресті өзімен бірге алуға келісе отырып, аңғарда тұрған ультракүлгін шамдармен жабдықталған тікұшаққа отырады. Раддани де топқа қосылады. Кешкісін Хемсел тау шаңғы курортында жастар көңіл көтеріп жатады. Біреулері шаңғы тепсе, енді біреулері клубтың ішінде көңіл көтеріп би билеуде. Осы кезде алып Ютон жетіп келіп, ғимараттың төбесін жұлып алып ішіне қарайды. Жастар оған таңырқап қарап, сторис пен селфи түсіріп жатқанда, алып қобыжық екі туристі ұстап алып жеп қояды. Дәл осы сәтте майор Холлм бастаған екі тікұшақ жетеді. Ультракүлгін шамдар тролльге қатты күйік түсіріп, оны ашуландырады. Қобыжық арқан жолдың тіреуін жұлып алып, қамшыдай сілтеп, тікұшақтың біреуін құлатады. Ал екінші тікұшаққа не істесем болады екен деп қарап тұр. Бірақ та Холлм Нораның айтуымен күресті жалғастырмай тікұшақты кері бұрады. Аман қалған сарбаздар апат орнын тексеріп жатқанда, Нора Ютонды тоқтатудың бір әдісі бар екенін айтады. Олар Даврифел тау жотасына барады. Осы жерде алғаш рет тролль оянған еді. Үңгірдің ішінде Нора бұрынғы тролльдің қалдықтарын көрсете отырып, Олаф әулиенің тау тролльдерінің патшасын, оның ұлын жемтік етіп, осында тұзаққа түсіргенін баяндайды. Бірнеше жылдан кейін тролль тұтқыннан босап қашып кетеді. Алайда осы үңгірдің ішінде оның ұмытылған баласы қалып қойған еді.
Нора тасқа жасырылған тағы бір алыпты, яғни таулық королінің ұлын оятады. Ол тролльді әдемі деп атайды. Нора жанындағы достарына кішкентай кезінде анасынан жаттаған ән арқылы бұл тролльмен бұрыннан байланыстамын деп мойындайды. Ал осы уақытта Ютун таудың көлеңкелі аймағын кезіп жүріп, бір отбасының үйін байқамай қиратып кетеді. Естеріңде болса, бірінші бөлімде бұл кісінің үйін басқа бір тролл қиратқан болатын. Көп ұзамай Ютунды өзіне шақыру үшін Нора аспанға ракета атады. Алып тролль қызға жақындай бергенде, қардың астында жасырылған біздің әдемі тролль шығады. Тролльді әдемі деп айтып жатыр деп ойлап қалмаңдар. Әдемі деген тролльдің есімі. Екі алып бір-біріне ақырып, бұл жерде кімнің мықты екенін анықтауға дайындалып тұр. Төбелес басталмай жатып, Ютун мұзды теуіп, жарықшақтар пайда болып, біздің әдемі суға құлап кетеді. Осылайша жас тролль тәжірибелі кәрі Ютунға қарсы тұра алмай жеңіледі. Нора достарымен тікұшақ арқылы әрең дегенде Ютунның ашуынан құтылып қашады және әдемінің батып кеткен жеріне қарап бір жылап алады. Адамдар жақын жердегі базаға келіп, әрмен қарай не істеу керектігін ойласады. Олар Ютунның бағытын талдап, оның Олаф әулиенің жолымен дәл Тронхеймге бара жатқанын түсінеді. Яғни Ютун ата-бабасын жер аудартқан корольдің қаласын қиратпақ. Команда Тронхеймге барып, собор күзетшісі Эстер Тиллермен кездеседі. Эстер оларды жер асты катакомбаларына түсіреді. Сол жердегі ежелгі таңбалар Нораларды командасымен жасырын бөлмеге әкеледі. Бұл жерде Олафтың көне жәдігерлері сақталған. Олар жасырын есіктен 3 түрлі тесікті байқап, сол жерге ағаштарды салып, жасырын есікті ашып алады. Олар ішке кіргенде корольдің тас қабірін табады. Ішінде Олафтың денесі күміс қылышымен бірге жатыр. Сондай-ақ оның жанынан тролльдер жайлы заңның екінші бөлігі табылады. Ал екі бөлікті біріктіргенде король әулие Олафтың тролльдерді аяп, оларды бейбіт өмір сүре берсін деп жазып кеткенін көреміз. Бірақ та шіркеу ішіндегілер бұнымен келіспей, патшаны өлтіруді ұйымдастырған. Ал кейін құжаттың жарты бөлігін жасырып, өздері ойына келгенін жасаған екен. Осы уақытта Ютун ел ішінде ойран салып, хаос әкелуді тоқтатпады. Тролль қалаға кірем дегенше, Тронхейм эвакуациялана бастайды. Нора, біз жай ғана беріле салмаймыз деп айтады. Сөйтіп, алып құбыжыққа қарсы тұруға бел буады. Алыпты қалай жеңсек деп ойланып отырғанда, олар әулие Олафтың күміс қылышын естеріне алады. Күмістің темірге қарағанда артықшылығы, ол даттанбайды. Және қасиетті суға бір салғанда, ол тролльдің денесін оп-оңай кесіп тастайды екен. Сөйтіп команда әулие Олафтың күміс қылышын қасиетті суға батырып, тролльдармен шайқасқанын енді түсінді. Осылайша адамдар бір-біріне көмектесіп, әулие Олафтың бейітінің жанындағы қасиетті суды сыртқа тасып, әскерилердің қару-жарақтарына пайдаланады. Тролльге өте зиян болған күн сәулесі кеткенде, адамдар қаланың ортасында алып құбыжықтың келуін күтеді. Ал Ютун ұзақ күттірмей, айналасындағы үйлердің барлығын қиратып келе жатыр. Андреас мұнарадағы қоңырауларды соғып, алыпқа ауыртпалық түсіреді. Ал әскерилер қасиетті сумен толтырылған снарядтармен шабуыл жасайды. Ютун жараланса да, өзеннен өтіп алға жылжиды. Оны арнайы орнатылған қасиетті су қоймалары да тоқтата алмады. Адамдардың ойлаған жоспарлары жүзеге аспады. Дәл осы кезде екінші тролльдің айқайлаған даусы шығады. Біздің әдемі тролль реванш жасауға келген екен. Екі алып өзеннің қақ ортасында шайқасып кетті. Бірақ та адамдарды құтқаруға келген тролль тағы да Ютуннан жеңіледі. Жеңілгенімен қоймай үлкен көпірді қиратады. Ютун әдеміні көпірдің тіреуімен ұрады және оны суға тұншықтыру үшін үстінен аяғымен басады. Андреас соңғы қалған қасиетті суды Ютунның аузына тастап, оны жаруды ұсынады. Бұл үшін ұшқыш Хольманың көмегі керек. Тікұшақпен ұшып баратқанда Андреас қасиетті суды құлатуға сәл қалды, ал бірақ та детонатор төменге құлап қирап қалды. Ендігі соңғы мүмкіндік қасиетті суды алыптың аузына салып, гранатамен жарып жіберу. Жігіт ұшқышқа алыптың үстімен ұштейді. Кейін Сеггеге хабарласып, онымен қоштасады. Осылайша Андреас өзін құрбандыққа шалып, тікұшақтан Ютунның аузына секіріп, гранатаның сақинасын жұлып үлгереді. Үлкен жарылыс болды. Тролльдің ішін қасиетті су күйдіріп жіберді. Ал ең соңғы соққыны әдемінің өзі береді. Ол есін жиып, Ютунның жүрегін жұлып алды. Фильмнің соңында Нораға Крис Холм, Сегги және ерлікпен қаза тапқан Андреастың қызы келеді. Ал қарлы аңғарлардың көлеңкесінде біздің әдемі тролль баяу жүріп, адамдар мен тролльдердің бейбіт қатар өмір сүре алатынын дәлелдеп кетіп бара жатыр. Достар, бейне ұнаған болса арнаға тіркеліп, лайк басып кетейікші. Ал келесі бейнелерімді бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қойыңыз. Келесі көріскенше аман сау болайық, достар.